Османның жағдайын сұрап жатқандарға, Осман нормально қазір үйге келіп, сонымен қарап отырмын ғой, нормально әйтеуір, жақсы оқапты, бірақ температурасы кішкене бар әлі. Ну, уже лучше. Қазір не істеп жатырмын? Тамақ ішіп деп жатырмын. Ешкім палау жасап қойыпты. Қазір жеп алмасам қарным ашты. Өзім бүгін, оказывается, жұмысшыларға тамақ алыппын да, өзіме бағана қарным тойыңқырап тұрғаннан кейін самсаған алсағым ғой. Үстімнің бір жағын ғана бұл қарным қатты ашып кеткені бар енді. Сол үйге келсем, Осман да ұйықтап жатыр, Расыл да ұйықтап жатыр. Алашағымның қалай босатқан бұрын отырмын отыр. Мына қалауды қараңыздаршы, аппетитный. Ең пісірген. Күшті прям. Енемнің қолдары теріп көрмесін жаным енем. Барахолкада келмегенмен 2 жарым. Қазір барахолкаға келдім. Барахолкада келмегенмен 2 жарым жылдай болды. Не қызық болады деп келіп қалдық. Плов жемесең қайтесің сияқты, я? Плов жеуге келдік. 2 картошкасынан 3 сүйегінен деп ше. Қыздармен жүрміз. Пловтар негізі, мындай даланың пловтары өте әдемі ше. А? Болады тағы. Тағы ана жетпей ма не? Жетпейді. Екеуі жететін шығар жоқ. Қазір жейміз, дәмін көреміз. Вообще даланың пловтары қазанда піскен тамақ өте дәмді болады. 2000 теңге деді. Біз үйге родбанд жағып бастадық бүгін. Құдай қаласа, міне сіздерге көрсетейін родбанд қандай болатынын. Бұны істеп жатқан Пернехан деген жігіт. Пернеша, қалай жағдай? Оның күй жақсы да? Міне бізде үш үй деген ой бұл пұска ойнап тұрған, бөлек екен мынау. Родбандпен жұмыс істеу деген бұл өз бөлек екен. Алла қаласа. Біз дақын шамалдан кейін саламыз, сізге көрсетем қалай болғанын. Әзірге жаман емес, күшті болып жатыр. Сол бүгін келді тағы да үй жаққа қарай. Ал достар, баршаңызға қайырлы таң. Таң атқанда қайтқанымыз қалай кетті. Даланы қарасаңыздар. Кәдімгі таң атып жатыр уже. Сағат міне. Таңғы мына жерден көрсетейінші сіздерге былай. 5, таңғы 5. Енді қайтып бара жатырмыз. Таң атқанда қайтып бара жатырмыз ғой. Өйткені өзіміз кеш келдік бүгін. Кеш келсек те біраз жұмыс бітіріп кеттік, Аллаға шүкір. Енді мен бір түсінгенім, оказывается, құмсылаққа қарағанда родбанд тез екен. Және раствордың істелуі де оңай, құм тасып, оны араластырып, оны нетіп жүрмейді екенсің. Өте оңай екен, соған қуанып жатырмыз енді, Аллаға шүкір. Сонымен біраз жұмыс бітті, ертең келіп тағы да ұрамыз. Сонымен бұйыртса, осы октябрь айында толыққанды сол родбандтың жағып, чистовой стяжкасын құйып Алла қалса, айтпақ жақын күндер есік терезе келеді. Мен мощный жерден, керемет жерден есік терезе тауып қойдым, Алла қаласа. Оны да сіздермен бөлісем. Мен білесіздер ғой, мен қандай нәрсе алсам да, естісем де өздеріңізбен бөлісем. Сондықтан да күтіңіздер, бұйыртса. Сол есік терезенің де салудың ауылы алыс емес. Есік терезе салынатын болса, үй вообще кайф көрінейін деп тұр. Алла қаласа. Ертең сол терезені шығаратын цехқа барамыз. Цехқа барып, цех жақты бақылап, қарап, бұйыртса қандай материалмен жасайтын барлығына көз жеткізіп қайту керек болып тұр ағайын. Сол баршаңызға сәттілік, таңдарыңыз қайырлы болсын. Таңғы уақытта береке бар дейді ғой. Таңертең ұйықтап қалмай, таңмен оянған адамға Алла тағала ризық несібін үйіп береді екен. Так что таңмен оянған жандардың ризық несібесі көп болсын. Аман болайық. Алдында осы Эмир ауырып қалған кезде анализ тапсыруға барып, тексертіп, сөйтсек ішінде паразиттер бар деп, сөйтіп интровирус деді ма, құсып, әйтеуір ауырып жүрген болатын. Сол кезде шошып кеттім да сразу витаминный комплекс заказ беріп, алып, 10 күнде іштік, қалдырмай прям күнде тамақтан кейін бердім да, сөйтіп апарып тағы да тексертіп көрдім, тағы да анализ тапсырдық. Сөйтсем паразит та жоқ, басқасы да жоқ, қаны барлығы таза шықты. Видишь, вот маленький. Чтобы человечек у тебя не родился, сделано даже, понимаешь, это зависть, это какая вот гнилые люди, которые вот это вот все делают. Вот смотри, какой маленький такой хорошенький ребеночек, вот представляешь, вот, а вот это вот тебе забили, это гвоздь от
знаешь, его берут от кладбища, если там нашли на кладбищенской земле, или этот гвоздь вытащили с гроба, это гвоздь, это 100% гвоздь. Вот видишь, вот как гвоздь забивали, вот, видишь, вытащили с этого, как его, откуда-то. Вот сегодня очень мало, видишь, вот